Қайырлы күн, сіздермен мен Түсіпбек Темірмен сіздерге 4-ші апта, яғни түріктердің діни наным-сенімдері және ислам дінінің таралуы туралы айтып беретін боламын. Бірінші сұрақ: ежелгі түріктердің діни наным-сенімдері. Ежелгі түріктердің өмірінде дін мен табиғатқа табыну үлкен рөл атқарды. Олар табиғатты қасиетті деп танып, әрбір күш иесі бар деп сенген. Негізгі сенім түрі ол тәңіршілік, яғни көк тәңірге табыну. Түріктердің басты құдайы бұл көк тәңір, яғни аспан иесі болды. Тәңір бұл бүкіл әлемді басқаратын, адам тағдырын анықтайтын құдірет деп саналды. Қаған өзін тәңір жердегі өкілі деп есептеген. Басқа сенім түрлеріне келетін болсақ, жер су-рухтарына табыну, яғни таулар, өзендерге бәрі киелі болып саналған болатын. Омаяна бұл отбасы мен бала-шағаның қорғаушысы, аналық мейірімнің символы болып саналады. Отқа, суға, күнге және айға табыну өмір мен жарықтың белгісі ретінде. Ислам дінінің таралуына келетін болсақ, ислам діні 8-ші ғасырдан бастап Орта Азия мен Қазақстан аумағына ислам діні тарай бастады. Ислам дінінің таралуына негізгі себеп болған оқиға бұл 751 жылғы Атлас қайғысы. Атлас қайғысы кезінде түргіштер мен қарлықтар арабтарға қосылып, Қытайды жетісу жерден бір жолы қуған болатын. Және сол кезде арабтар өздерінің діні, яғни ислам дінін насихаттап кеткен болатын. Және де осы арқылы қазіргі түрік мемлекеттеріне ислам діні тез тарай бастады. Оған себеп, мысалы 960 жылы Қарахан мемлекетінің басшысы, ең алғашқы басшысы Садық Бұғра ханның баласы Мұса хан 960 жылы мемлекеттік дін ислам діні деп жариялаған болатын. Және исламның маңызы және ол нәрселеріне тоқталатын болсақ, ислам діні моральдық және де рухани бірлікке жол ашты. Жазу, білім, ғылым дамыды. Мешіттер, медреселер салынды. Кейінгі тақырып бізде Ұлы Жібек жолы және де қала мәдениетінің өркендеуі. Ұлы Жібек жолы пайда болған кезең бұл біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Қытай елшісі Жан Сянның саяхаты нәтижесінде пайда болды. Басты мақсаты Қытайдағы жібек матаны басқа елдерге шығару және сауда байланысын жақсарту болды. Және де осы арқылы Ұлы Жібек жолы пайда болды. Ұлы Жібек жолының басты жолы бұл Шыңжаң, Іле, Жетісу, Тараз, Шаш, Самарқанд, Бұхара, Мерв, Иран, Византия еліне дейін созылды. Және де осы бөліктер Ұлы Жібек жолының басты жолы осы Қазақстан территориясымен өтетін болды, яғни оңтүстік Қазақстанмен өтеді. Және де сол арқылы оңтүстік Қазақстанда Отырар, Испиджаб, Тараз сияқты қалалар экономика жағынан да, мәдени жағынан да қатты дамыған болатын. Сауда жолы кезінде, мысалы, қазақтар көбінесе мал шаруашылығымен айналысқандықтан, оларда мал болғандықтан, олар малмен көбінесе айырбастап отырды. Мысалы, алтын әшекейлерді, жібек матаны, шай сияқты заттарды мал түрімен айырбастап отырды. Ол кезде тиын, яғни валюта болған жоқ. Және де осы Ұлы Жібек жолының арқасында, мысалы, қолөнер, егіншілік және ғылым мен білім дамыды. Және де Ұлы Жібек жолының маңызына тоқталатын болсақ, Ұлы Жібек жолы Қазақстанда әлемдік өркениет пен мәдени алмасудың маңызды бөлігіне айналдырды. Түркі халықтары арқылы батыс пен шығыс мәдениеті алмасты. Қалалар өркендеп, сауда, дипломатия және мәдениет қатты дамыды. Бізде кейінгі тақырып көне түрік жазбаларындағы ескерткіштер. Көне түрік жазбаларындағы ескерткіштерге сүйенетін болсақ, бізге ең бірінші басты ойымызға Орхон Енесей жазбалары есімізге түседі. Орхон Енесей жазбалары бұл ең көне түрік жазулары 7-ші ғасырда Орхон мен Енесей өзендерінің бойынан табылған. Бұл жазулар руна жазылуы деп аталады. Сыртқы түрі латын әрпіне ұқсас болғандықтан. Оны алғаш болып зерттегендер Ядринцев, Радлов және Томпсон. Бірақ 1893 жылы Томпсон алғаш рет осы жазуларды оқып, түрік тіліне жазатынын дәлелдеген болатын. Және де екінші ескерткіштер бұл Күлтегін ескерткіші. Күлтегін ескерткіші бұл 738 жылы табылған. Білге қаған інісі Батыр қолбасшы Күлтегінге арналып салынған. Одан кейін Білге қаған ескерткіші 735 жылы түрік
мемлекетінің билеушісі Білге Қағанның құрметіне қойылған. Одан кейін Тоныкөк ескерткіші 716 жылы табылған. Білге Қаған мен күлтегіннің ақылшысы, кеңесшісі Тоныкөкке арналған. Мазмұнына, идеясына қарайтын болсақ, ескерткіш түрік халқының еркіндік пен ел бірлігі, ата-баба рухына құрмет идеялары туралы айтылады. Негізгі ұраны түркі халқы өз мемлекетінде өз тілінде сақта деген насихатталып жазылған. Тіл мен жазу ерекшелігіне қарайтын болсақ, әліпбиінде 38 алфавит болған, оларда оңнан солға қарай жазуы сақталған. Және тілі қазіргі қазақ тіліне ұқсас болып келеді деп айтылған. Бізде келесі 4-ші сұрақ, мұсылман ренессансы және түрік ғұламалары. Мұсылман ренессансы дегеніміз бұл 8-ші және 12-ші ғасырлар аралығында ислам әлемінде болған ғылым мен мәдениеттің өркендеуі. Яғни бұл кезде білім, философия, медицина, астрономия, математика сияқты ғылымдар қарқынды дамыды. Және олардың себептеріне келетін болсақ, ислам діні білім мен ізденіске шақырды. Халифат дәуірінде даналық үйі сияқты ғылыми орталықтар ашылды. Ежелгі грек, үнді, парсы еңбектері араб тіліне аударылды. Бұл жаңа ғылымның дамуына жол ашты. Түрік ғұламаларының үлесі. Әл-Фараби, Әбу-Насыр әл-Фараби 870 жылы туылып, 950 жылда қайтыс болған. Түркістанның Отыра жерінде туылған. Шығыстың Аристотель болып саналады. Қазіргі таңда екінші ұстаз. Философия, музыка, логика, математика, саясат ғылымдарын зерттеген. Еңбектеріне келетін болса, қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары атты еңбегі бүкіл әлемге жарық көрген. Одан кейінгі Әбу Әли ибн Сина 980 мен 1037 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұхара маңында туылған. Медицина, философияның ұлы өкілі. Еңбегіне келетін болсақ, дәрігерлік ғылым каноны Еуропада бірнеше ғасыр бойы, 5 ғасыр бойы медицинада осы оқулықпен оқытқан болатын. Одан кейін Әл-Буни 973-1048 жылдар аралығында өмір сүрген. Хорезмдік ғалым, астрономия, физика, география салаларында еңбектенген. Минералогия, Үндістан атты еңбектері бар. Ол жердің шар тәрізді екенін дәлелдеп, планеталардың қозғалысын зерттеген болатын. Одан кейінгі Жүсіп Баласағұн туылған жылы және де қайтыс болған жылы нақты дерек жоқ, бірақтан 10-ші ғасырларда өмір сүрген. Құттыбілік еңбегінде билік пен әділдіктің және адамгершілік туралы жазған болатын. Одан кейін Махмұд Қашқари туралы тоже деректер аз, яғни туылған жылы мен қайтыс болған жылы белгісіз, бірақтан 10-ші ғасырларда өмір сүрген деп жазылған. Махмұд Қашқари Дивани Лұғат атты түрік еңбегінің авторы. Бұл еңбек түркі халықтарының алғашқы сөздігі, этнографиялық мәліметтердің қазынасы болып табылады. Ғалымдар жасаған жаңалықтар мұсылман ренессансының маңызына тоқталатын болсақ, ғалымдар жасаған жаңалықтардан кейін Еуропа ғылымының дамуына әсер еткен болатын, және түркі ойшылдары ислам мәдениетін байытып бүкіл әлемге танылды. Бұл дәуір адамзат өркениетінің алтын кезеңі, ғылым мен руханияттың тоғысқан уақыты болып саналды. Назарларыңызға рахмет.